Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осында кесе самса тағамын әзірлейтін боламыз. Дайындалуы тез және барлықтарыңызға өте қатты ұнайтын тағамдардың бірі болып табылады. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайды. Құрамы өте көп заттар қажет емес. Қарапайым заттардан дайын болатын ерекше тағамның бір түрі. Кесе самсамызды дайындау үшін алдымен електен өткізілген ұн қажет. Ұнымызды ыдысымызға салып, үстіне үй температурасына тұрған суға тұзымызды салып араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне сары майымызды ертіп қосатын боламыз. Оның үстіне суымызды қойып, қамырымызды илейміз. Июі әбден қанғанша жақсылап илеп шығамыз. Қамырымызды біздің самсамыз сол кезде әдемі, тестісі өте жұмсақ та қатты да болмай, орташа көлемде шығатын болады. Сондықтан қамырымызды иі қанғанша жақсылап илейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Лайк басып және төменге пікір білдіре кетіңіздер. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Осылай әбден иі қанғанша жақсылап илейміз. Илеп болған қамырымызды пищевой пленка жауып 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Мен осылай әбден иі қанғанша жақсылап илеп шықтым. Барлығы видеода көрсетілгендей 10 минут тындырып қойып, 10 минут өткеннен кейін уже самсамды дайындауға кірісе бастадым. Қолымызбен осылай ұзынша етіп, пышақпен кесіп аламыз. Мен бұл арада 5 самса шықты. Самсамыздан осылай кішкене бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Дайын болған қамырлардың үстіне пищевой пленкамен жауып, күйіп кетпес үшін жауып қойып қоямыз. Қамырларымызды осындай бөліктерге, яғни 3 бөлікке бөлеміз. Оның барлығы не үшін десеңіздер, қазір барлығы видеода анық көрінетін болады. Енді ішіне салатын начинкаға мен ет, жуа және картошка дәмді болсын деп кішкене құйрық маймен помидор қостым. Қалауыңызда тұз, бұрыш деп жақсылап араластырып аламыз. Еті өте жұмсақ болып піседі, піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Өте дәмді, күшті болып піседі. Сулы болсын деп мен шағын бір помидор қостым. Қоспай жасасаңыздар да болады. Оның орнына болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Қамырымызды алып, осындай көлемде жайып аламыз. Тым жұқа қылып жаймаңыздар, өйткені біздің тестіміз қазір ішіне начинканы салған кезде сыртына қарай ағып кетуі мүмкін. Сондықтан сәл ғана салып, осылай біркелкі етіп нығыздап жабамыз. Енді астына кішкене тарелка пішінде осылай үстіне қойып, артық жерлерін кесіп алып тастайтын боламыз. Енді бетіне сәндік үшін осылай қамырымызды қолымызбен ұзынша етіп, жіп-жіңішке қылып жайып аламыз. Оны бір-бірінен өткізіп, осындай әдемі формаға келтіретін боламыз. Неге үстіне кішкене қақпақ пішінді етіп орналастырамыз.
Дайындалуы ондай көп уақытта алмайды. Менде бар жоғы 40 минуттай уақытым кетті дайындауыма, және пісуіме 40 минут уақыт кетті. Ондай көп уақытты алмайды. Үй іштеріңізді осындай ерекше тағаммен қуантқыларыңыз келсе, менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Самсаларыңыз өте дәмді және ерекше болып шығады. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайды. Самсамыз дайын болып қалған кезде пешімізді қыздырып қоямыз. Мінекей уже біздің самсамыз дайын. Енді бетіне жұмыртқаны жағып, үстіне қалауыңызша күнжіт мак сеуіп шықсаңыздар да болады. 200 градуста 40 минутта менде пісіп шықты. Дәмі өте керемет, ішінің барлығы піскен, тестісі өте күшті болып шыққан. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.